баспай қойсын. Ойланып тұрамыз қалғанымыз. Алинаның тілегін ойланға салу керек. Санжарға не тілейсің сен? Тілек болуы мүмкін, немесе андай мотивациялық сөз болады ғой. Сондай болуы мүмкін, ал айта ғой Санжарға. Биіктерден көріне бер. Өте жақсы, биіктерден көріне бер. Ал Әлемге әйгілі бол. Игерген білімің жемісті болсын. Т әрпі. Көмектесейікші Аллаға. Т әрпімен. Қандай тілек айтуға болады? Табысты бол. Ержүрек батыр бол. Жақсы. Екі ақ қима қағаз бар. Соны кімге қарай сурет келеді, сол сурет бойынша мен сендерді екі топқа бөлемін. Жақсы ма? Қарамай бір-бірден ала алыңдар. Алина. Ал. Тездетеміз. Біреу. Айша. Кімге бәйтерек түсті, сол бір топ болып мына жаққа отыра қалыңдар. Бәйтерек болып аласыңдар сендер болып. Алина. Үш сөз қалғанымыз тексереміз, Алина. Жол ақы. Жол ақы, дұрыс па? Бар ма бұл сөз? Дұрыс, тағы. Баян сөз. Бар ма? Келісі жағажай. Дұрыс. Мерейтой, мәлім хат, көсем сөз. Өте жақсы. Осы сөздер кездескен жоқ ешкімге? Кезде Алина жауап берді, иә? Алина, мен дұрыс жасадың, сені қолдаймын. Сен жарық жұлдыз және күш көруге жарайсың деген. Бастадық, қандай тақырып өттік кеше? Неологизм. Неологизмдер тақырыбына бізде балалар 2 сағат берілген. Сондықтан бүгін сол тақырыпты ара қарай жалғастырамыз, бекітеміз. Жақсы ма? Грамматикалық тақырып бізде неологизм. Лексикалық тақырыбы қандай болды? Астана, иә. Бағана сендерді мына жерге ең басында, сабақтың басында шақырған кезде біз текке бәйтерек деген әдісті қолданған жоқпыз, иә. Себебі бәйтерек ол ненің символы? Қай адамға көрсетсек, бірден бұл Астананың символы, Қазақстанның символы екенін бірден танып қояды. Балалар, мына жерде Астана геометриясы деген кітап бар. Осы кітапты қоңырау уақытында қарауларына болады. 98-ші жылдан бастап ол Астана деп аталды да, оған Астана деген статус берілді, яғни Қазақстанның ел ордасы. Мұражай, келсеміз ба? Мұражай жаңа сөз, келсеміз ба? Дұрыс, келсеміз. Бұл не нәрсе? Ноутбук. Ноутбук. Қандай сөзге жатады? Не ол? Бүгінгі тақырыпқа келе ма? Неологизмге жатады ма ноутбук деген сөз? Жатады, иә? Сондықтан ноутбук әдісін қолданамыз. Бірінші топ сендерге мынандай тапсырма. Ғаламторды қолданып, шешуі неологизм болатын жұмбақтарға мысалдар келтіріңдер. 2-3 жұмбақ керек. Шешуі неологизм болу. Түсініп жатсыңдар ма? Ал телефон бар ма сендерде? Телефонымызды қосамыз, мен қосып. Неологизмдер теріп жазылды. Қалғандарын жаңа тапсырмаларын түсініп. Қандай жұмбақ? Ән салады чемодан, ішінде жүр көп адам. Естімейді сөзімді, сөйлесең десең оған. Теледидар. Жаңа сөз бар? Неологизмге жата ма? Пырылдар көкте иелік емес иделік. Ғаламторды қолданып неологизмдер кездесетін өлең жолдарын мысалдар келтіріңдер. Адамзат? Жоқ, адамзат жаңа сөз емес. Және қай сөз? Әркім өзінің атын жазады мына жерге, аты жөнін жазады және өзінің 10 балдық жүйемен қалай бағалайды, неше деген бал қоясыңдар өздеріңе. Орнымыздан тұра аламыз. Мына жерде сендерге киімдер беріледі. Бұл әдіс кір жайғыш деп аталады, иә? Мынандай шарты мынандай. Мына әр киімнің артында сөз жазылған. Егер ол сөз неологизмге жататын болса, онда оны апарып жіпке ілесіңдер. Мысалы, кітап деген сөз неологизмге жата ма? Жоқ, оны алып тастайсыңдар. Келесі, мысалы, балымыз ұяқ деген сөз жата ма? Жатады, иә? Біреу жаңа бейбітшілік сарайы хан шатырды алып, сол жайлы қысқаша мәлімет жазып алып келесіңдер. Бірақ шарты ішінде не болу керек? Неологизм.